Ассалаумағалейкум, қалайсыңдар достар? Процессор атауындағы әріптер мен сандар нені білдіреді? Анықтап көреміз. Процессор өндіретін екі компания бар, ол Intel мен AMD. Алдымен Intelден бастаймыз. Процессор атауының ең бірінші элементі бұл линейкасы. Ол Core, Pentium, Xeon немесе Celeron болуы мүмкін. Линейка атауы негізінен процессордың қолдану сферасын анықтайды. Celeron ең төмен өнімділіктегі арзан процессорлар. Pentium бұл да төмен өнімділіктегі процессорлар негізінен кеңсе немесе үй компьютерлеріне орнатылады. Core бұл линейка ішіндегі кеңсе компьютерлеріне де және ауыр ойын компьютерлеріне де жарайтын әр тарапты процессорлар. Xeon серверге бағытталған модельдер, ал бізге керегі Core модельдері. Келесі индекс бұл модельдің санатын білдіреді. i3, i5, i7, i9. Қанша көп болса сонша жақсы. Одан кейінгі сандар поколениясын білдіреді. Қазір өзектісі 13-ші поколение. Ары қарай 3 сан жазылады, олар өнімділік деңгейін білдіреді. Процессор атауынан кейін тағы да әріптер болуы мүмкін. Олар процессордың ерекше сипаттамаларын көрсетеді. Кей үдейтуге болатын процессор. F графикасы жоқ, міндетті түрде қосымша видеокарта қоясыз. U аз энергия тұтынады. X жоғары өнімділіктегі процессор. U 4 ядралы деген сөз, ал M бұл мобильді түрі. AMD процессорларына келетін болсақ, ең бірінші индекс бұл линейкасы. Қазір өзектісі Ryzen. Одан кейін модельдің санаты. Кеңсе компьютерінен бастап ең жоғары өнімділіктегі компьютерге дейін қолданылады. Одан кейінгі таңба поколениясын білдіреді. Ал қалған 3 сан өнімділік көрсеткіші. Және соңында әріптер болуы мүмкін, ол процессордың ерекше сипаттамалары. G видео графикасы бар. E энергия үнемді. GE видео графикасы бар және энергия үнемді. X зауыттан үдейтілген процессор. M мобильді түрі. Достым, видео ұнаса лүпіл басып пікір қалдырып кет. Келесі видеода мен жұмысқа және оқуға арналған ең арзан компьютер жинап, оны ойында тексеретін боламын. Сондықтан жаңа видеоны жіберіп алмас үшін арнама жазылып қой.